Шұңқырлы жол. Тамыз айының басы. Далада күн қапырық. Үлкен ағаммен және Зарина жеңге үшеуміз ауылға барамыз деп шештік те, ағамның невасын түрлі заттарға лық толтырып алдық. Сондағысы көбіне киім мен құрылыс материалдары. Бұған дейін ағамның микроавтобусы болатын. Кузовына ұсақ-түйектің бәрін қиналмай-ақ ыңғайластырушы едік. Бірақ оны сатуға тура келді. Енді міне шағын неваға заттарымызды қалай сыйғызарымызды білмей қалдық. Киім толы сөмкелер көліктің алдыңғы орындығын ғана емес, артқы орындықтардың да 1/3 бөлігін алды. Сондықтан қалған үшеуміз 2 орындықты бірдеңе ғып бөлісуіміз керек. Рөлге мен отырайын дедім. Сондағысы артқы орындықты жеңгеммен бөлісіп отыруға ыңғайсызданып тұрмын ғой. Армандапсын деп ыржиды ағам. Жап-жаңа невасының шанағын маңғаздана сипап. Енді сенің тізене отыруға тура келеді деп күрсінді жеңгем. Кел көрейін, ауырсың ба? Келемеждеп Заринаның белінен құшақтадым да көтеріп қалдым. 50 килограмдай ма? 52 болды, жібер, деді ол. 32 жастағы келіншек үшін Зарина сырт көзге әлі де оқушы болып көрінетін. Бірақ менің сыныптастарымнан тек бірнешеуінің ғана денесі осыншалықты сымбатты, тартымды еді. Екеумізге бір орындыққа сыйысып отыруға тура келді. Мына көліктерді кім жасайды екен? Жайғасқаным сол еді, басым неваның төбесіне кеп тірелді де қалды. Жеңгем тіземе келіп отырғаны сол еді, аяғымды бірден жылы ауа құшты. Үстіне қысқа жеңіл көйлек киген, ішінен емшек қап пен шілтерлі трусиктары сығалап тұр. 1,5 метр ғана бойымен басы төбеге жетпейді. Ағам рөлге отырды да айнадан бізге көзін қысты. Жолға шықтық. Көлік бірте-бірте жылдамдықты ұлғайта бастады. 10 километрдан кейін асфальт төселмеген ауылды жолға түстік. Бір шұңқырдан кейін екіншісі. Жеңге ағаммен шекілдесіп, қайдағы жоқ әңгімелерді айта бастады. Мен болсам төбеге қайта-қайта ұрына берген басымды қорғау үшін аяғымды кеңірек ашып, төменірек отыруға тырыстым. Осылайша жеңгем менің ауымның үстінен бірақ шықты. Айтпақшы, мен қысқа шолақ шалбарда ғана едім. Күн ыстық болғаннан соң ішінен тепті, дамбалда кимеппін. Заринаның үлкен бөксесі мен көліктің үнемі сілкінуінен менің серігім ояна бастады. Ұялғаным-ай. Әрине жеңгем құйрығына ердің жыныс мүшесінің тіреп тұрғанын қалай сезбесін. Алайда әрі қарай мен күтпеген жағдай орын алды. Заринаның аяқтары баяу ашылды да, оның жұмсақ тәні менің тәніме тигенін сездім. Бұл оның күн түймесі болғаны сөзсіз. Жеңгем түр бермей ағаммен баяғыша сөйлесе берді. Бірақ олардың әңгімелерінде шатағым жоқ. Бар ойым көлік шайқалған сайын қатайып жатқан менің сайманымда. Ең терең шұңқырда неваның қатты секіргені соншалық менің серігім Заринаның күн түймесіне 1 сантиметрге кіріп кетті. Әрине, арамызда менің шолақ шалбарымның, оның жұқа көйлегінің, одан бетер жұқа іш киімінің матасы бар. Бірақ бұның бәрі мүше қаппен бірде емес пе? Яғни мен жеңгемнің ішінде болдым деп есептесек болады. Жеңге бір мезетке тына қалды да, артына тым болмағандай ағаммен әңгімесін жалғастырды. Дәл осы сәтте мен оның шырындарының қалай аққанын сездім. Біраз уақыт осылай отырдық. Мен оның күн түймесін сездім, ол жаңа сөздер бөле бастады. Қозғалмай отыра бергеннен аяқтарым ұйып қалып, артқа жылжыдым. Ал Зарина маған ілесті де, ана жермен менің мүшемнің ұшына жайғасты. Мен алдыға берілгенде, ол осы әрекетін артымнан қайталады. Шалбар, көйлек, іш киімдерге қарамай бір-бірімізді аймалауға кірістік. Біраз уақыттан кейін оның санын сипалай бастадым. Ол басын еңкейтіп, қолымның қимылдарынан көзін алмады. Тым батылсынып кеттім. Білемін бірақ. Бөксесін баяу көтерді де көйлегінің астындағы дымқыл дамбалын сипаладым.
Ортан саусағымды матаның арасына жібердім. Мүшем бірден тас боп шыға келді. Бұдан да батыл әрекетке көшу керек. Сол қолыммен шалбарымды түсіріңкіреп, сайманымды шығардым. Зарина бақырайып одан көз ала алмады. Бұл ол үшін сырттан шыққандық болған сияқты. Сайманымның ұшы сөлдерден жылтырап тұр. Саусағымды оның күн түймесінен шығардым да іш киімінің тізесіне дейін түсірдім. Зарина бұрылып маған қарады. Жүзінде құштарлық пен кінәнің айқасы. Не істерін білмей тұр. Өз-өзіне келуге уақыт бермей, серігімді тықтым. Дәл осы сәтте машина тағы бір шұңқырдың үстімен түсті. Болды, мен Заринаның ішіндемін. Кері шегінуге кеш. Жеңгем маған толық отырған бойда 18 сантиметрлік сайманым ішінде 3 келі жоқ болды. Осы күнге дейін Заринаны ешқашан сексуалды жағынан қарастырмағаныма іштей таң қалдым. Талдырмаш мүсінді 18 жасар аурудікіндей тар әрі дымқыл. Екеуміздің де дем алуымыз ауырлады. Қуанышқа орай көліктің шуы бізді жасырып, ағам ештеңе сезіктенген жоқ. Артқы орындықта ес-түссіз сезімге берілдік. Бірер минуттан кейін шыдамай жеңгемнің ішіне шауқатымды септім де, оған ең керемет ләззатты сыйламақ болып, деліткісімен ойнай бастадым. Құдайым-ау деп шыңғырып жіберді ол. Шынына жете. Не болып қалды деді уайымдап қалған ағам, айнадан бізге қарап. Жай деп тіл қатты, бірден есін жиған Зарина. Келгеннен кейін мына заттардың бәрін кіргізуіміз керектігі есіме түсіп кетті. Ағам тек күліп, Құдайға шүкір, інім ер жетті. Көрмейсің бе, нағыз еркек. Абыржыма, өзі-ақ бәрін реттейді деді. Иә, дөп айтқан. Мен тағы да оны әйелін аймалауға кірістім. Себебі менің сайманым қайта оянып, тойдың жалғасын сұрады. Бірнеше минуттан кейін Заринаның ішіне екінші порция шауқат құйылды. Жыл бойы Заринаны жеңгемнің ішіне 3 рет жібердім. Оның неше рет ләззат алғанынан шатасып та қалдым. Біраздан кейін ағама ұйқысы келгенін айтып, көзін жұмды да менің үстімде рахаттанып отыра берді. Мен мұндай мүмкіндікті жіберем бе? Оның ішін сипалап, деліткісімен аймалауға кірістім. Ауылға келісімен киімдерді тасып тастадық. Содан кейін ағам ата-ана туыстармен амандасуға кетті. Ал біз, бұл енді бөлек оқиға. Рахмет назарларыңызға. Каналға тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар.